Сәлем ханымдар, осындай керемет тортты бүгін сіздермен жасайтын боламын. Үйде бар затпен жасалынатын осындай керемет пирогқа ең бастысы ашып кеткен айраныңыз болса болды. Ол үшін бізді айранға соданы салып алып, осылай қозғап қоямыз. Процесс жүріп жатады. 2 дана жұмыртқаға қантымызды салып, оны миксерсіз ақ қолымызбен осылай жақсылап араластырып аламыз. Менде қант болмаған соң қант ұнтағын пайдаландым. Осы кезінде шым-шым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Және бізге сарымай 120 грамм, қандай сарымай болса да болады. Егер сарымай болмаған жағдайда сұйық май қолдансаңыз да болады. 10 грамм разрыхитель және 10 қажет болады. Осылардың барлығын жақсылап қолымызбен сарымайдың жақсылап езілгенше жасаймыз. Міне одан кейін айранымызды, содамызды құйған процесс жүріп, осылай көбіктенді, оны қосып, араластырып аламыз. Онды бірден салуға болмайды, өйткені арасына ауа кірмей қалады, нығыздалып, пирогыңыз көтерілмей қалады. Сол үшін осылай електен өткізіп алғаныңыз дұрыс. Мен осындай массамды 2 ыдысқа теңдей бөліп алдым, және бір ыдысына 2 қасық какао қостым. Какао қандай какао болса да болады, дүкеннен алсаңыз да, кондитерлік дүкеннен алсаңыз да. Менде малазиялық какао. Ортасында менде форма болмағандықтан осындай кесені қойып қойдым. Бұл ыстыққа жарылып кетпейді ме дегенге жоқ, жарылып кетпейді. Осындай массамызды теңдей етіп 2 шетіне құямыз. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Өте керемет рецепттер болады. Осылай ақ жағын құямыз. Өз еркілеріңізше қаласаңыздар сәндеңіздер, қаламасаңыздар осылайынан да пісіре беруге болады. Мен таяқшаның көмегімен жан-жағына тегіздім. Осылай бетіне вафельный кружканы және мына жана глазурьді салып қойдым. Ол өз қалауларыңыз. 180 градуста 35 минутта осылай пісіп шығады. Ортасындағы стақан қатты ыстық болады, байқап алыңыздар. Оңай алынады. Үйде жасап көріңіздер. Міне керемет осындай пышный дейді ғой, және араларының барлығы қамыр болып жабысып қалмаған.